Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен менің ең сүйікті торт корждарына қолданатын кремнің бірі крем пломбир немесе крем дипломат рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл кремнің дәмі еріген пломбир балмұздағының дәміне өте ұқсас, өте ерекше дәмді шығады. Бұл креммен торттың сыртын тегістеуге келмейді, бірақ торт корждарын жинаған уақытта қолдансаңыз, тортыңыз сөзсіз дәмді шығады. Мен бұл кремді молочная девочка, Наполеон, медовик сияқты торттардың корждарын жинағанда қолданғанды ұнатамын. Крем үшін бізге 400 мл сүт, 180 грамм қант, 3 ас қасық толтырылған жүгері крахмалы, 1 дана үлкен жұмыртқа, 100 грамм сары май және 200 мл 33% сливки қажет. Алдымен бір ыдысқа жұмыртқаны салып, оған жүгері крахмалы мен қантты қосып, оны венчикпен біркелкі массаға айналғанға дейін әбден жақсылап араластырамыз. Нәтижесінде бізде ешқандай түйіршіксіз біркелкі масса пайда болуы тиіс. Бір ыдысқа сүттің барлығын құйып, оны газға қоямыз, оны қайнағанға дейін жеткіземіз. Сүт қайнаған уақытта осы жұмыртқа араласқан массамызға ыстық сүтті аздап құйып отырып, венчикпен үздіксіз араластырамыз. Венчикпен қант әбден ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Осы араласқан массамызды қалған сүттің барлығына құйып, оны газға қоямыз. Газға қойып, венчикпен үздіксіз араластырып отырып, қойланғанға дейін жеткіземіз. Крем күйіп кетпес үшін газда орташа отта кремді үздіксіз венчикпен араластырып отырамыз. Крем әбден қойланғаннан кейін кремді газдан аламыз. Келесі кезекте кремге сары майды қосудың екі жолы бар. Бірінші жолы осы ыстық кремге сары майды қосып, әбден ерігенше араластырамыз. Сары майды қосудың екінші жолы кремді аздап суытып қоямыз. Содан соң үй температурасындағы сары майды әппақ болып көпіргенше өз көлемін ұлғайтқанша миксермен жақсылап араластырамыз. Соңында крем мен сары майды бірге қосып, оны миксерлейміз. Мен өздеріңіз көргендей бірінші жолын қолдандым, яғни ыстық кремге сары майды қосып араластырдым. Келесі кезекте кремді бір ыдысқа құйып, оның бетін пищевая пленкамен жауып, салқындағанға дейін холодильникке салып қоямыз, яғни 1-2 сағат көлемін алады. Пищевая пленкамен видеода көрсетілгендей етіп, кремнің бетіне тигізіп жабамыз. Суық сливкиді миксермен өз формасын ұстағанға дейін жақсылап араластырамыз. Сливкиді алдын ала морозильникке жарты сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Сливкидің майлылығы міндетті түрде 33%-дан төмен болмауы тиіс. Креміміз әбден салқындағаннан кейін оны холодильниктен шығарамыз. Содан соң оны миксермен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Осы кремімізге сливкидің барлығын қосып, оны біркелкі массаға айналғанға дейін лопаткамен араластырамыз. Силиконовый лопатканы қолданамыз. Осымен біздің өте нәзік крем пломбиріміз дайын. Сіздерге де міндетті түрде торт корждарына осы кремді қолдануға кеңес беремін. Себебі осы крем торттарыңызды ерекше дәмді етеді. Ал менің каналымда ерекше рецептерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.